Сәлеметсіздер ме? Есімім Шайх Асқар. Бүгін біз сіздермен 11-ші және 15-ші лекцияларды талдайтын боламыз. Яғни 11-ші лекция ол 20-шы ғасырдың 20 жылдарындағы Қазақстанның қоғамдық саяси өмірі. 12-ші лекция 1930-40 жылдарда Қазақстанның әлеуметтік экономикалық жағдайы және 13-ші лекция Қазақстанның ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдар, яғни 1941-1990 жылдар. 14-ші лекция Қазақстан мемлекеттігінің жаңғыруы. 15-ші лекция жаңа Қазақстанды қалыптастыруға бағытталған әлеуметтік саяси реформалар. Дәл осы тақырыптарды бүгін талдайтын боламыз. 20 ғасырдың басы қазақ халқы үшін мемлекеттілігін қайта түлету жолындағы ең күрделі әрі ең шешуші кезеңдердің бірі болып табылады. 1917 жылғы қазан төңкерісінен кейін билікке келген большевиктердің ұлттардың өзін өзі билеу құқығын жариялауымен жүзінде бұл өте ауыр мәселе болды. Жалпы сол кездегі уақытша үкіметтің аграрлық мәселені шеше алмауы ол азамат соғысынан бір себебі болса деп болады. Осындай қиын заманда қазақ зиялыларының алдында бір ғана үлкен мақсат тұрды. Ол қазақ жерінің тұтастығын сақтап, автономияны құру. Жалпы осы тарихи процестің басында алаш қозғалысының көрнекті қайраткері әрі математик ғалымы Әлімхан Ермеков 1920 жылдың жазында Мәскеуде қазақ автономиясын құру жайлы мәжілісте бастаған кезде Ермеков небәрі 29 жаста болатын. Ол қазақ революциялық комитетінің атынан Владимир Ильич Лениннің өзі төрағалық еткен қазақ өлкесінің жағдайы туралы жан-жақты баяндама жасады. Негізінен Ермековтің басты бір ерлігі десек болады, ол шекараны белгілеудегі табандылығы. Ол Каспий теңізінің солтүстік жағалауы, Ақмола, Семей, Гурьев және тағы да басқа республиканың құрамына қосуды ғылымның негізгі мақсаты болды. Негізі ресейлік сарапшылар мен шенеуніктер бұл стратегияның маңызды бір жерлерді бермеуге тырысқанмен, Әлімхан Ермеков Ленинмен тікелей пікір алысып, қазақ жерлерінің тікелей тарихи әрі экономикалық тұтастығын қорғап шықты. Оның білімділігі және шешендігі Лениннің өзін таңғалдырған болатын. Жалпы осы бір қажырлы еңбектің нәтижесінде 1920 жылдың 26 тамызында Қырғыз-Қазақ кеңестік автономиялы республикасының құру туралы декрет жарияланған болатын. Бұл құжатқа Владимир Ильич Ленин мен Кремльдің өзі қол қойып, жаңа құрылған автономия тұңғыш астанасы Орынбор қаласы болып тағайындалған, бекітілген. Бұл негізі жай ғана бір әкімшілік шешім емес, бұл жалпы қазақ халқы үшін сол 18-ші ғасырдан бері жоғалтып алған бір мемлекеттілігін қайта бір заңды түрде жалғастыру және жаңғырту мақсатындағы үлкен рөл атқарады. Республиканың құрамына сол кезде Семей, Ақмола, Торғай сияқты облыстар, Каспийдің жағалауындағы маңызды аумақтар енген болатын. 1920 жылдың қазан айында Орынборда Қазақстан кеңестерінің тұңғыш құрылтайы өтті. Бұл съез ол еңбекшілер құқықтарының декларациясы қабылданған болатын дәл осы съезде. Негізі республиканың бір саясаты бекітілді десек болады. Биліктің басына Меңдешев және Виктор Зинкович келіп, жаңа мемлекеттік аппаратты құруға түсті. Жалпы қорыта айтқанда 1920 жыл Қазақ КСР-ның құрылуының бүгінгі бір тәуелсіз Қазақстанның іргетасы десек болады. Әлімхан Ермековтің сол кездегі шекара үшін жүргізген бір күресі біздің бүгінгі кең байтақ территориямыздың сақталып қалуына тікелей әсер етті. Және де Әлімхан Ермеков сол территорияның сақтап қалу және оны ары қарай қорғауда үлкен бір үлес қосқан адамның бірі болып табылады. 1920 жылдағы Қазақстандағы мәдени құрылыс. Бұл тек сауатсыздықты жою емес, бұл халықтың санасын түбегейлі өзгертуге бағытталған мәдени төңкеріс десек болады. Негізінен кеңес үкіметі жаңа идеологияны нығайту үшін мәдениетті басты құрал ретінде пайдалануға тырысты.
Алайда бұл процесс жетістіктермен қатар терең бір қайшылықтарға терең бір қайшылықтарға ие болды. Мәдени құрылыстың басты бағыты ол ілікпес, яғни бір сауатсыздықты жою болды. 1920 жылы сауатсыздықты жою туралы декрет қабылданды. Ол негізінен ересектерге арналған мектептер мен қызыл отаулардың ашылуы. Көшпелі халықтың ерекшелігіне сай қызыл отаулар негізінен мәдени ағарту жұмыстарын жүргізіп, медицина, заң салаларында кеңес беріп отырған. Және де 1928 жылы алматыда тұңғыш жоғары оқу орны ашылған болатын. Ол қазақ мемлекеттік институт деп аталды. Бұл бір отандық білім берудің саласындағы үлкен жетістіктердің бірі болып саналады. Алайда бұл кезең үлкен қайшылықтарға толы болды. Әліпби мәселесі болды. 1929 жылы қазақ жазуы араб графикасынан латын әліпбиіне көшу. Бұл ресми түрде енді бір прогресс болып саналса да, негізінде ол бір қазақ халқында жинақталған рухани байлық пен діни байлық, қолғой бар әдебиеттердің бір түнде жойылып кетуі десек те болады. Жалпы бір түнде сауатты халықты сауатсыз күйге түсірген бір кезең болды. Екінші үлкен қайшылыққа келсек, ол мәдениет партиялық партияға бағыну керек болды, партияның бақылауында болды. Ол мәдениет мазмұны бойынша социалистік болса да, түрі бойынша ұлттық болуы тиіс еді. Бұл ұлттық құндылықтардың шектелуіне алып келіп, халықтың байырдан бері қалыптасып қалған дәстүрлері мен ескілікті бір қалдығы ретінде қудаланды. Әсіресе ұлттық интеллигенция, алаш зиялылары буржуазиялық ұлтшыл деген айдар тауып, олардың бір мәдени құрылысқа араласуына кедергі жасалды. Жалпы осылайша 1920 жылдардың бір мәдени құрылыс халықты жаппай қатты дамытқанымен, оның рухани дамуы және идеологиялық бір үлкен соққы болды. Және бұл қайшылыққа мол кезең ретінде тарихта қалды десек болады. 1920 жылдағы қазақ әдебиеті. Бұл нағыз рухани жарылыс пен эстетикалық ізденістерге толы кезең болды. Бұл уақытта сөз өнері екі үлкен бір бағытқа бөлініп, біреуі пролетарлық әдебиет болса, екіншісі ұлттық мүддені қолдаған алаш әдебиеті болып саналады. Дәл осы кезеңде қазақ романдары, повестері, поэмалары үлкен жаңа деңгейге шықты десек болады. Біздің үш бәйтерегіміз сәкен сейфуллин, бейімбет майлин, ілияс жансүгіровтің шығармалары, соның ішінде сәкен сейфуллиннің тар жол тайғақ кешу романы жаңа дәуірдің бір машығына алып келді. Ал бейімбет майлиннің мырқымбайдың, яғни мырқымбайдың бейнесі, ол қарапайым қазақ шаруаның бір психологиялық тұрғыдан шебер суреттеуінің бір көрінісі болды. Ал дәл сол ілияс жансүгіровтің қазақ поэзиясына қосқан үлесі өте үлкен. Мұхтар әуезов пен жүсіпбек аймауытовтың прозадағы алтын кезеңі десек болады. Әуезовтің қорғансыздар күні мен көксерек атты әңгімелері тартысқа толы бір үлкен психологиялық тұрғыдан ашатын бір шығармалар десек, жүсіпбек аймауытовтың ақбілек романы ол қазақ прозасының жаңа бір үлгіде, еуропалық үлгіде бейнеленген бір кезең. Негізінен мағжан жұмабаевтың феномені де айтып болады. Оның символизмге толы жырлары, яғни батыр баян поэмасы қазақ тілінің қаншалықты бай екенін және эстетикалық тұрғыдан қаншалықты қуатты екенін көрсетті. Сол уақытта алқа әдеби ұйымының құрылуы ол жазушылардың бір еркін шығармашылыққа деген ұмтылысының бейнесі болып табылады. Негізі сол кезде өкінішке орай 20-шы жылдардың соңына қарай кеңес үкіметінің сыртынан идеологиялық қысым күшейіп, көптеген талантты тұлғалар қоюлауға түсті. Алайда соған қарамастан 1920 жыл қазақ әдебиеті үшін және бүгінгі қазақ жалпы классикалық әдебиет үшін жалпы біздің әдебиетіміздің іргетасы болып саналады. Дәл сол кезеңде біздің ұлы жазушыларымыздың сан поэзия, поэмалары, романдары, әңгімелері
дәл қазіргі әдебиетімізге үлкен үлес қосты десек болады. Дәл қазір біз әлемдік деңгейдегі саяси қайраткер, алаш ардақтысы және түркістан автономиясының жетекшісі мұстафа шоқай жайлы және оның мұрасы жайлы сөз қоятын боламыз. Оның кеңестік биліктегі түркістан дінбегі большевиктердің орталық азиядағы шынайы бетпердесін ашып көрсетіп және салмақты бір зерттеулердің бірі болып табылады. 1918 жылдың сол жылы түркістан автономиясы тартып алынған болатын. Соның себебімен мұстафа шоқай шетелге кетуге мәжбүр болды. Ол Еуропада жүріп те өз халқына көмектесуге тырысты және өз халқының азаттығы үшін күресті. Шоқай бұл еңбегін Парижде жазып шықты. Ондағы негізгі бір басты мәселенің бірі ол кеңес үкіметі жариялаған ұлттардың өзін билеу деген ұранның жай ғана насихат екенін мәлімдеу болып табылады. Ол кеңес үкіметінің түркістанға келген теңдігі тек қағаз жүзінде қалған, ал іс жүзінде ол Мәскеудің шикізат базасын аймағын ашық көрсеткен болатын. Мұстафа шоқайдың жазбаларында 1917 және 1918 жылдары түркістанның алапат ашық ерекше орын алды. Ол большевиктердің жергілікті халықты революцияның жауы деп санап, азық-түлік тек қызыл әскерге бөлініп берген нақты бір фактілермен көрсетті. Мұстафа шоқайдың пікірінше бұл қателік емес, бұл халықты саналы түрде қыру мақсаты болды. Оның еңбегінің басты бір идеясы ол біртұтас Түркістан концепциясы, яғни шоқай қазақ, қырғыз, өзбек және өзге де туыс халықтардың бөлінуі бұл Ресейдің бөліп ал да билей бер саясаты, разделяй власть, яғни зымиян саясатының бір нәтижесі екенін айтты. Ол бұл халықтардың тарихи мен болашағы ортақ екенін және тек бірігу арқылы шынайы тәуелсіздікке жете алатынын айқындаған адамның бірі. Мұстафа шоқайдың бұл жазбалары бүгінгі бір таңда тек тарихи жәдігер ретінде емес, бұл азаттықтың бір қадірін түсінуге көмектесетін құнды мұра материал болып табылады. Ол шетелде жүріп те бүкіл әлемге қазақ халқының еркіндікке лайық екенін паш еткен алмат қайраткерлерінің бірі. 1925 жылы кеңес одағында индустрияландыру бағыты жарияланды. Қазақстан үшін бұл алып зауыттар мен темір жолдардың салынуы ғана емес, сонымен бірге саяси және экономикалық тұрғыдан бір қайшылықтармен есте қалды. Қазақстан индустрияландыру негізі бір екі түрлі көзқарас болды. Бірінші ол смағұл сәдуақас бастаған қазақ зиялылары. Олар өндірісті шикізат көздеріне жақындату, яғни Қазақстан тек шикізат базасы емес, дайын өнім шығару аймағы ретінде қарастыру және олардың қазақ өлкесін отарлық қанауға қарсы болды. Алайда Филипп Голощекин бастаған екінші топ бұл пікірді ұлтшыл деп санап, Қазақстанды Мәскеуге шикізат беретін бір орталыққа айналдыруны мақсат етті. Негізінен бұл өлке байлығын тезірек игеріп, оны сырт Мәскеуге шығару, негізінен индустрияландыруның қарлығаш ретінде Түркістан Сібір темір жолының салынуы болды. Сонымен қатар басқа да көптеген Қарағандыдағы көмір бассейндері, Шымкенттегі қорғасын зауыты және Балқаштағы және басқа өңірлердегі комбинаттар, Қазақстандағы қорғасын өндіру зауыты сол кездің бір үлкен жетістіктері болып табылады. Алайда бұл жетістіктердің артынан үлкен қайшылықтар жатты, яғни біріншіден индустрия тек шикізат бағытында дамыды. Машина жасау немесе станоктар және тағы да басқа зауыттар салынбады. Екіншіден жұмыс күші ретінде лагерлерге тұтқындар бар болды, ол солардың еңбегі қолданылды. Үшіншіден кадр мәселесі, жергілікті қазақ халқын басшылық қызметтерге жібермеу, яғни тек қара жұмысқа салу сияқты кемсітушіліктер де болды. Осылайша Қазақстанның индустриялы елге айналғанымен экономикалық тұрғыдан толық Мәскеуге тәуелді болды және шикізаттық отарға айналды десек болады. Бұл патшалық Ресейдің отарлау саясатының бір
кеңестік формадағы жалғасы еді. Және сол кезең қазақтың шикізат өндірісінің бір дамуы болса да қайшылықтарға толы кезең болып табылады. 1927 жылдан бастап кеңес үкіметі ауыл шаруашылығын жаппай ұжымдастыру саясатына көшті. Бұл қадам қазақ даласы және адамдар үшін көп үлкен қасіретке және демографиялық апатқа толы кезең болды. Филипп Голощекин бұл кезеңді кіші қазақ төңкерісі деп атады. Ұжымдастыру ерікті түрде емес, ол іріктеу әдісімен жүргізілді. 1928 жылы ірі байлар шаруашылығы тәркіленсе, артынша сол ұжымдастырудың қарқыны жеделдеп, орташа шаруалар мен кедейлер де жазаға тартылды. Ең жаманы, мыңжылдықтың көшпелі өмір салтының көшіп келген халықты бір мезетте отырықшылыққа мәжбүрлеу еді. Малды ортақ меншікке жинап, азық-түлікті дайындау жоспарының шамадан тыс жоғары болуы және жалпы мал шаруашылығын түбегейлі өзгертті және оны күйреуіне алып келді. 1929 бен 1930 жылдары қазақтың мал саны 40 миллионнан 4 миллионға дейін кеміген болатын, яғни 10 есе азайды. Бұл саяси завықтан 1932 және 1933 жылдардағы алапат ағартушылық алып келді. Тарихи деректер бойынша аштықтың соған байланысты індеттердің қазақ халқының жартысына жуығы қырылған болатын. 1937 жылғы дерек бойынша және 1 миллионға жуық адам Қытай, Иран, Ауғанстан және тағы басқа көрші республикаларына көшуге мәжбүр болған. Және халық әрине бұл озбырлыққа қарсы қарсылық танытып, 1929 мен 1931 жылдар аралығында 372 ірі көтеріліс болды. Созақ, Адаев көтерілістері жалпы халықтың ашу-ызасының белгісі болды. Алайда бұл көтерілістердің кеңес үкіметі тұрақты бір әскермен және үкіметтің көмегімен аяусыз басып тастаған болатын. Жалпылама жаппай ұжымдастыру саясатына келсек, ол қазақ халқының дәстүрлі шаруашылығын ғана емес, қазақтың бір генофонын да жоя жаздады. Бұл жай ғана экономикалық реформа емес, бұл ұлтқа қарсы жасалған қылмыс ретінде тарихта қалды. 1937 жылғы санақ қазақтың халқының жаңағыдай 2 есеге азайғанын дәлелдеген болатын және дәл сол кезеңде қазақ халқы үшін және қазақтың болашағы үшін ең бір қиын кезеңдердің бірі болып саналуы сөзсіз. Ашаршылық тек сандармен өлшенбейтін қасірет. Бұл кезеңді көзбен көрген адамның естеліктері бізге сол трагедиялық шынайы бейнесін жеткізеді. Кейінгі жылдары жарық көрген бірқатар жинақтар мен сол куәгерлер мен олардың ұрпақтарының дауысы сақталып қалды. Мысалы, Қарағанды университетінің ғалымдар дайындаған орталық Қазақстан ашаршылығы 1931-1933 деген шығарма жинағында бұрын жарияланбаған 90-нан астам мұрағаттар, құжаттар және аштықтан аман қалған үш отбасының тарихы енген. Зерттеушілер тікелей куәгерлермен дүниедегі дүниені озғанмен, олардың балалары мен немерелерімен сөйлесіп, сол қорқыныштың күндер туралы әңгімелерді жинап берген. Сол сияқты Алматы облысы бойынша нәубет куәгерлері және әулие ата өңіріндегі нәубет куәгерлері атты жинақтары да жарық көрген. Бұл кітаптардың көрші қырғыз еліне ауысып кеткен қазақстан ұрпағының естеліктері де қамтиды. Ал 2009 жылғы алматыда өткен конференцияда академик салық зиманов өзінің балалық шағында көрген ұзын суреттеп былай деп еске алған: аштан қырылғандарды арбамен тасып қазылған шұңқырларға апарып тастағанда олардың арасында тірілер де бар болатын, әрі құрып орнына тұра алмай қалғандарды да өлілермен бірге шұңқырға салады. Үлкендер жұмыстан қайтып келісімен әлгі шұңқырға барып, ашық-шашық шыбын билеп жатқан өліктердің бетін жауып қайтады. Міне, осы естеліктер ашаршылықтың тек
демографиялық немесе экономикалық дағдарыс қана емес, тұтас бір ұлттық трагедия ретінде және трагедия болғаны бір айқын дәлелі. Бұл халық жадынан өшпейтін ауыр нұра болып табылады. Ғасыршыл жылдары қазақ зиялылары халық трагедиясына бей қара алмады. Оның олардың ең басты әрекеттері елдегі апатты жағдайды билікке жеткізіп дабыл қағу болатын. Осы орайда ең жарқын тұлғалардың бірі ол тұрар рысқұлов болатын. Себебі 1933 жылдың 9 наурызында Сталиннің өзіне тікелей хат жолдап, қазақ даласында жаралған аштық жайлығының себептері, шешу жолдарын қарастырып көмек сұрады. Рысқұлов өз хатында қоныстанып алған қазақтар қазақтарды орналастыру жөніндегі ұсыныстарды айтып, бұл мәселенің орталықтың назарын аударғысы келді. Бұл өз басына өте маңызды мәселе болып табылатын. Алайда зиялылардың үні естілмеді. Керісінше олардың өздері саяси қуғын-сүргіннің құрбанына айналып, 1937-1938 жылдарындағы үлкен террор кезіндегі қазақ зиялыларының жаппай жазаға тартылды. Ресми деректер бойынша, ел бойынша 100 мыңнан астам адам қуғын-сүргінге ұшыраған болатын. Олардың көптен бір бөлігі ату жазасына кесілді. Олардың ішінде Торайғыров, Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Жұмабаев, Ахмет Байтұрсынов, Дархан Бөкейхан сынды ұлт зиялылары. Негізінен атап өтсек, 1938 жылы ақпанда Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин халық жауы деген айыппен айыпталды. Ал 1937 жылдарда Мұхтар Әуезов пен Сәбит Мұқанов саяси айыптар тағылып, Мұқанов партиядан шығарылса, Міржақып Дулатов ГУЛАГ лагерінде қаза тапқан болатын. Негізінен бұл трагедияның ауқымын түсіну үшін бір өкінішпен деректер жеткілікті. 1937 жылдың басында 5 жазушы Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Мұхтар Әуезов, әділет нұржабаев және Сәбит Мұқанов алдағы жылға арналған шығармашылық жоспарларын бөліскен болатын. Бірақ бір жылдан кейін олардың көбі атылып кетіп, ол шығармалар өкінішке орай жарық көре алмады. Дәл сол кезең қазақ зиялылары үшін өте бір қиын кезең болып табылады. Себебі көптеген алдағы мақсаттармен үлкен белестер ережетін қазақтың дамуына үлкен үлес қосатын адамдар жалған айыпқа тағылып, ату жазасына кесілген болатын. Жалпы Қазақстанның ұлы отан соғысы жылдарындағы және соғыстан кейінгі өндірісі және мәдени даму. 1941 жылы соғыс басталғаннан кейін Қазақстан майданының негізгі тыл базасына айналды. Яғни республика КСР-ның батыс аймақтарынан 200-ден астам зауыттар мен фабрикалар көшірілген болатын. Қысқа мерзімнің ішінде әскери өнім және тағы да басқа көптеген соғысқа пайдалы заттар шығара бастаған. Жалпы Қазақстанда көмір, мұнай, металл өндірістері қарқынды дамыды. Нәтижеде Қарағанды көмір бассейнінде, Балқаш металлургия зауыттарында маңызды ресурстармен қамтамасыз етіп отырды. Жалпы сонымен қатар ауыл шаруашылығы да майданда азық-түлікпен қамтамасыз ету, әйел қарттарды, балаларды ауылдар мектепке тартылып, өндірісте де, ауылда да жұмыс істеді. Жалпы мәдени салада да маңызды өзгерістер болды. Яғни Алматы қаласының көптеген театрлары, ғылыми институттары, жазушылары, ғалымдары эвакуацияланды. Яғни бұл Қазақстандағы ғылым мен мәдениет дамуына ықпал етті. Қазақ әдебиеті жалпыма сол кездегі өнердің патриоттық тақырыптағы шығармалар кеңінен тарады. Жалпы соғыстан кейін, яғни 1946 мен 1955 жылдары елді қалпына келтіру кезеңі басталды. Яғни өнеркәсіп қалыпты дамып, жаңа кәсіпорындар аша бастады. Және энергетика, металлургия, машина жасау және тағы да басқа салалар майра түсті. Дегенмен халықтың тұрмыс жағдайы ауыр болды. Себебі азық-түлік тапшылығы, әлеуметтік қиындықтар бәрібір сақталды.
жалпылама бұл кезеңде саяси жағынан қатаң бақылау күшейіп, сталиндік жүйе орнады. Яғни сталин жеке басына табыну кеңінен тарады. Ал зиялы қауымның өкілдері қуғын-сүргінге ұшырап, халдері нашар болды. Жалпылама қорытындылай келсек, сол 1941 мен 1955 жылдардағы қазақстандағы соғыс жағдайында да, одан кейінгі қалпына келтіру кезеңінде де өндірістік және мәдени дамудың маңызды кезеңін бастан көшірді. Ел экономикасының нығаюына негізі үлкен үлес қосты десек те болады. 1950 жылдардың ортасында КСРО-дағы билікке Никита Хрущев келіп, елде жылымық деп аталатын жаңа кезең басталды. Яғни бұл кезеңде сталиндік қатал саясаттың бір бас тартумен сипатталды. Қуғын-сүргін азайып, көптеген жазасы тұлғалар ақталды. Қоғамда белгілі бір дәрежедегі еркін пайда болды десек те болады. Мәдениет пен ғылым салалары жанданып дамыды. Осы кезеңнің ең бір ірі экономикалық шаралардың бірі ол әммен қойған жерлерді игеру. Яғни бұл науқан 1954 жылы басталып, негізінен Қазақстанда жүзеге асырылған. Оның мағынасы миллиондаған гектарға жер жыртылып, астық өндірісі күрт артты. Қазақстан қысқа уақыт ішінде ксро ның негізгі бір астық өндіруші аймақтардың біріне айналды десек те болады. Негізінен тың игерудің кері жақтары да болды. Яғни жерді шамадан тыс жырту топырақтың құнарын төмендетті және эрозияға алып келді. Сонымен қатар басқа да республикалардан келген халық санының көбеюі ұлттық құрамның әлсіреуіне алып келді. Қазақ тілінің қолдану аясы тарылып, мәдени мәселелер туындай бастады. Негізінен бұл кезеңде мемлекеттік қайраткерлер Мемлекет Көшенов маңызды рөл атқарды. Яғни Қазақстанның аумақтық тұтастығын қорғап, кейбір солтүстік облыстардың Ресейге беру жоспарына қарсы шықты. Көшенов ұлттық мүддені қорғауда батылдық танытып, ел тарихында ерекше орын алды. Негізінен Хрущевтің жылымық кезеңі қоғамға белгілі бір жеңілдіктер алып келсе де, тың игеру науқаны экономикалық нәтиже бергенмен, ұзақ мерзімді экологиялық және әлеуметтік мәселелерге де себеп болды. 1965-1990 жылдардағы Қазақстанның қоғамдық саяси өмірі. Кеңес одағының жалпы саясаты тәуелді болды. Яғни әкімшілік әміршіл жүйе үстемдік етті. Бұл кезеңде билік толығымен коммунистік партияның қолында болды десек те болады. Қоғам өмірінің барлық саласы қатаң бақылауда болды. Яғни 1964 жылы және сол жылдан кейін ксро билікке Леонид Брежнев келген болатын. Ол кезде тоқырау кезеңі десек болады. Тоқырау кезеңінде белгілі бұл уақытта Дінмұхамед Қонаев Қазақстанды ұзақ жылдар бойы басшылық қызмет еткен. Оның кезінде өнеркәсіп пен қала құрылысы дамыған болатын және сол жүйеге салынды. Бұл жылдары ұлттық саясаттың орталықтандыру күшейіп, республиканың дербестігі шектелді. Қазақ тілінің қолдану аясы тарылып, орыс тілі негізгі қарым-қатынас тіліне айналды. Бұл ұлттық мәдениет пен тілдің дамуына кері әсер тигізді. Себебі және сонымен қатар қоғамда наразылық та белгілі бір байқалды. Мысалы 1979 жылы Ақмолада неміс автономиясын құру жоспарына қарсы халық мазарландырып, бұл шешім жүзеге аспай қалды. Алайда бұл орган халықтың ұлттық мүддені қорғауға дайын екенін көрсетті. Жалпы экологиялық мәселеде осы кезеңде ушыға түсті. Себебі Арал теңізінің тарылуы, Семей ядролық полигоны және сол жерде өткен сынақтар халықтың денсаулығына ауыр зардап әкелді. 1980 жылдардың ортасында ксро билікке Михаил Горбачев келіп, қайта құру саясатын бастады. Бұл саясат қоғамда жаңартуға бағытталған көптеген қиындықтарға алып келді. Қазақстанда 1986 жылы сол жылдың желтоқсан оқиғасы орын алды. Жастар орталық биліктің шешіміне қарсы шығып, үлкен бір қасірет болды. 1965 пен 1990 жылдары жалпы Қазақстан қоғамдық саяси өміріне келсек, бұл бір жағынан тұрақтылық
екінші жағынан тоқырау мен шектеулермен сипатталады және кейін тәуелсіздікке алып келген өзгерістердің негізі болып қалады. 1970-1980 жылдардағы қазақстанның мәдениеті бір белгілі бір қарқынмен дамығанымен, ол қатаң идеологиялық бақылау жағдайында. Яғни бұл кезең кеңес одағының тоқырау жылдарына сәйкес келеді және мәдениет саласында білім беру жүйесі кеңейді және мектептер, жоғары оқу орындары көбейтті. Яғни халықтың сауаттылық деңгейі артты. Теледидар, радио, кітап баспалар дамып, мәдени ақпарат кеңінен тарала бастады. Ауылдарда мәдениет үйлері мен кітапханалар ашылды. Жалпы әдебиет өнері өнерді бір үлкен жетістіктерге толы болды. Қазақ әдебиетінің жаңа шығармалары жарық көріп, жазушылар қоғам өмірі мен адам тағдырын бейнелеуге тырысты. Сол кезеңдегі көрнекті бір тұлғалардың бірі ол Олжас Сүлейменов десек болады. Оның аз iya еңбегі үлкен қойылып тұрған билік тарапынан сынға ұшырады. Бұл да шығармашылық бір еркіндіктің шектеулі екенін көрсетті және музыка, театр және кино салалары да дамыды. Қазақ ұлттық өнері сақталып, жаңа бағыттармен толықты. Алайда барлық шығармалар партияның идеологиялық талаптарына сәйкес келуі тиіс болды. Сонымен қатар мәдениет саласында бірқатар мәселелер болды. Орыс тілінің рөлі күшейіп, қазақ тілінің қолдану аясы тарылды. Қазақ мектептерінің саны азайып, бұл жалпы ұлттық мәдениеттің дамуына бір кері әсер етті. Негізінен жалпы алғанда, мәдениет дамығанымен бұл толық еркін болмады. Қоғамда ұлттық сана біртіндеп оянып, мәдениет арқылы халық өз болмысын сақтап қалсын. Негізінен 1970-1980 жылдарында Қазақстан мәдениеті жетістіктер мен шектеулерді бір қатар алып жүрген күрделі кезеңдердің бірі десек болады. Бұның бірі 20 ғасырдың соңындағы аса маңызды тарихи оқиға болды. Оның бас себептерінің бірі экономикалық дағдарыс еді. Кеңес одағының экономикасы технологиялық жағынан артта қалып, өндірген өнімдердің әлемдік нарыққа бәсекеге қабілетсіздігінің әсерінен және де ақш пен әскери бәсекелестікке байланысты орасан зор қаржы қорғаныс саласына жұмсалды. Бұл халықтың тұрмыс деңгейінің төмендеуіне алып келді. Және 1980 жылдардың соңына елде саяси және әлеуметтік дағдарыс күшейді. Өндіріс көлемі төмендеді, халық арасындағы наразылық өсті. Және осындай жағдайда 1991 жылғы тамызда Мәскеуде тамыздың бүлігі деп аталатын төңкеріс әрекет болды. Бұл әрекет кеңес одағының ішкі жүйесін сақтап қалуға бағытталған еді, ішкі жүйесін. Бірақ ол сәтсіз аяқталды. Яғни ксро-ның толық күйреуін жеделдетті. 1991 жылы 8 желтоқсанда Ресей, Украина, Беларусь басшылары ксро-ның өмір сүруін тоқтататынын жариялады. Тәуелсіз мемлекеттің достастығы құру туралы келісімге келді, ал 21 желтоқсанда Алматыда өткен кездесуде бұл шешімге басқа республикалар да қосылды. Яғни Қазақстанда осы тарихи кезеңде маңызды саяси өзгерістер болды. 1991 жылдың 1 желтоқсанында бүкіл халықтық сайлау өтіп, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев президент болып сайланды, ал 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заң қабылданды. Қазақстан тәуелсіз мемлекет ретінде жарияланған болатын. Бұл Қазақстанның тарихындағы жаңа кезеңнің бастауы болды. Ел өз ішкі және сыртқы саясатын дербес жүргізуге, халықаралық қатынастарға еркін қатысуға мүмкіндік алды. Сонымен қатар ұлттық сана және мемлекеттік рәміздер қалыптаса бастады. Негізінен қорытындылай келсек, ксро-ның ыдырауы Қазақстанның тәуелсіздік алуына тікелей әсер етіп, егемен мемлекеттің қалыптасуына тікелей жол ашты десек те болады. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін ең маңызды міндеттердің бірі экономиканы нарықтық жүйеге көшіру болды. Негізінен бұрынғы жоспарлы экономика тиімсіз болғандықтан жаңа реформалар жүргізу қажет болды.
1990 жылдардың басында жекешелендіру процесі басталды. Яғни мемлекеттік кәсіпорындар жеке меншікке беріліп акционерлік қоғамдар құрылды. Сонымен қатар шағын және орта бизнес дами бастады және фермерлік шаруашылықтар пайда болды. Яғни бұл экономиканың жаңа бір құрылымын қалыптастыруға негіз болып саналады. Алайда нарықтық экономикаға көшу оңай болған жоқ, себебі алғашқы жылдары инфляция жоғары болды, жұмыссыздық өсті және халықтың тұрмыс деңгейі төмендеді. Бұл экономикалық дағдарыс көптеген салаларды қамтыды. Бірақ бұл қиындықтарды өтпелі кезеңінің заңды көрінісі ретінде қарастырсақ болады. Негізінен Қазақстанға шетелдік инвестиция тартуға ерекше көңіл бөлінген. Елдің табиғи ресурстары, әсіресе мұнай мен газ шетелдік компаниялардың қызығушылығын тудырды. Нәтижесінде ірі халықаралық компаниялар Қазақстанның экономикасына қаржы құя. Яғни бұл біздің мемлекетімізге жаңа технологияларды және соларды енгізу арқылы өндірістің дамуына ықпал етті. Жалпылама келгенде сонымен қатар Қазақстанда көп векторлы және сыртқы саясатты жүргізді, яғни біз көптеген елдермен экономикалық байланыс орнаттық. Бұл елдің жалпы халықаралық беделін арттырып, экономиканың біртіндеп тұрақтануына мүмкіндік берді. Жалпылама нарықтық реформалар мен шетелдік инвестициялар тарту саясаты Қазақстанның экономикасының негізін қалыптастырып, тәуелсіз мемлекеттің нығаюындағы шешуші рөл атқарды десек те болады. Жалпылама тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстанның этнодемографиялық жағдайы күрделі өзгерістерге ұшырады. 1990 жылдардағы басында кеңес одағына байланысты елден көші-қон күшейді. Көптеген орыс, украин, неміс және тағы да басқа ұлт өкілдері тарихи отандарына көше бастады. Бұл халық санының азаюына және кейбір аймақтардың еңбек ресурстарының тапшылығына алып келді. Және сонымен қатар экономикалық дағдарыс, жұмыссыздық және жалпы әлеуметтік қиындықтардың тууына жаңа деңгейге көтерілді. 1990 жылдары халық саны біраз төмендеп, демографиялық жағдай тұрақсыз болды. Ауылдан қалаға көшу процесі күшейіп, урбандалу ширатылды. Негізінен осы жағдайда мемлекет демографиялық саясатты қолға алды. Ең маңызды бағыттардың бірі ол шетелдік қазақтарды тарихи отанына қайтару. Жалпы бұл саясат оралмандар немесе қазақ атаумен қандастар бағдарламасы болды. Негізінен қандастар ол Қытай, Моңғолия, Өзбекстан, Түркия, Ауғанстан, Иран, Ресей жерлерінен көптеген басқа елдерден көшіп келе бастады. Негізінен оларға мемлекет тараптан арнайы квоталар, әлеуметтік көмек, баспана, бейімделу бағдарламалары ұсынылған болатын. Бұл саясаттың басты негізгі мақсаты тек халық санын көбейту емес, сонымен қатар ұлттық бірлікті нығайту, яғни қазақ халқының үлесін арттыру. Негізінен уақыт өте келе елдегі қазақтардың үлесі тұрақты түрде өсе бастады. Қандастар Қазақстан экономикасына да үлес қосты. Олар ауыл шаруашылығында, шағын бизнес, түрлі еңбек салаларында жұмыс істеп, елдің дамуына атсалысып үлес қосты. Сонымен қатар ұлттық мәдениет пен тілдің сақталуына ықпал етті. Негізінен тәуелсіздік жылдарында Қазақстанның демографиялық құрылымы өзгеріп, көші-қон процесі арқылы халық саны біртіндеп тұрақтады. Шетелдегі қандастардың оралуы елдің ұлттық тұтастығын нығайтуға үлкен әсер тигізді. Негізінен Қазақстан халықаралық аренада белсенді әрі бейбіт сыртқы саясат жүргізуге бірден кірісті. Елдің негізгі мақсаты мемлекеттік егемендікті нығайту, қауіпсіздікті қамтамасыз ету және әлемдік экономикаға кірігу болды. Қазақстан айтып өткендей көп векторлы сыртқы саясат ұстанды. Яғни бір ғана елге тәуелді емес, барлық мемлекеттермен тең қарым-қатынаста орнатуға тырысты. Ең алдымен көрші мемлекеттермен байланысты, яғни Ресей стратегиялық
ресей мен әріптестікті дәлелдеп нығайтып, қытаймен шекара мәселелерін толық реттелді және экономикалық байланыстар күшейді. қазақстан бұл яғни біріккен ұлттар ұйымына мүше болып, халықаралық саясатқа белсенді араласа бастады. Сонымен қатар шанхай ынтымақтастық ұйымы, Евразия экономикалық одақ сияқты ұйымдарға қатысып, аймақтық және жаһандық деңгейде өз орнын байытты десек болады. Ең маңызды тарихи шешімдердің бірі ол ядролық қарудан бас тарту. Семей ядролық полигоны жарылып, Қазақстан бейбітшілік саясатын жалпы ұстанатынын бүкіл әлемге көрсетті. Бұл шешім елдің халықаралық беделін айтарлықтай көтерді. Экономикалық бағытта Қазақстан шетелдік инвестиция тартуға ерекше көңіл бөлді. Яғни мұнай, газ, металлургия және энергетика салаларында ақш, Еуропа, Азияның ірі мемлекеттері және ірі компаниялар келіп, экономикаға үлкен қаржы құйды. Бұл өндірістің дамуына жаңа бір технологиялардың енгізілуіне ықпал. Негізінен қазақстанның сонымен қатар ақш, Түркия, Еуропа елдеріне және Азия мемлекеттерімен тығыз дипломатиялық және сауда байланыстарын орнатуға көмектесті. Сыртқы сауда көлемі артып, ел экономикасы әлемдік жүйеге біртіндеп кірікті десек те болады. Негізінен Қазақстанның тәуелсіздік алғаннан кейін бейбіт, теңгерімді әрі бір көпвекторлы сыртқы саясатты жүргізіп, халықаралық қауымдастыққа беделді әрі тұрақты мемлекет ретінде қалыптасты. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін тарихи сананың қалыптастыру мәселесі өте маңызды бағытқа айналды. Себебі кеңестік кезеңде ұлттық тарих толық зерттелмей, көптеген деректер бұрмаланған. Сондықтан тәуелсіз мемлекет ретінде Қазақстан өз тарихи жадысын қайта жаңғыртуға тиіс болды және соған кіріскен болады. Осы бағытта ең ірі идеологиялық реформа ол рухани жаңғыру бағдарламасы. Яғни 2017 жылы қабылданған қоғам санасын жаңғыртуға, ұлттық кодты сақтауға және жаһандану жағдайында бәсекеге қабілетті ұлт қалыптастыру бағытталды. Бағдарламаның негізгі идеясы ол дәстүр мен заманауи дамуды қоштастыру. Сонымен қатар бұған дейін және қатар жүзеге асқан маңызды жобалар бар. Ол 2004-2011 жылдары іске асқан мәдени мұра бағдарламасы. Негізі тарихи ескерткіштерді қалпына келтіру, археология зерттеулерді жүргізу және ұлттық тарихты терең зерттеуге бағытталған бағдарлама болатын. Және 2013 жылы халық тарихы толқынында бағдарламасы арқылы шетел архивтеріне Қазақстан тарихына қатысты құжаттар жиналды. 2018 жылы ұлы даланың 7 қыры мақаласы жарияланып, қазақ тарихының терең тамырлары, атқа-міну мәдениеті, ежелгі металлургия, ұлы дала өркениеті кеңінен қарастырылды. Сонымен қатар қасиетті Қазақстан жобасы арқылы киелі тарихи орындар тізімі жасалып, оларды сақтау және туристік бағытта дамыту қолға алынды. Білім саласында 100 жаңа оқулық жобасы жүзеге асып, әлемдік деңгейдегі ең үздік оқулықтар қазақ тіліне аударылды. Ал латын графикасына көшу бағдарламасы қазақ тілінің халықаралық деңгейге бейімдеуге бағытталады. Негізінен бұл бағдарламалардың барлығы ұлттық сананы жаңғыртуға бағытталған және тарихи жадыны қалпына келтіріп, қазақстандықтарды Қазақстандағы бірегейлікті нығайтуға бағытталған жобалар болып табылады. Қазақстан дамыған сайын бірқатар жетістіктерге жетсе де, қазіргі кезеңде саяси, экономикалық және көптеген әлеуметтік қайшылықтар сақталуда. Негізінен саяси саладағы ең басты мәселе ол реформалар мен олардың нақты жүзеге асу арасындағы жалпы алшақтық. Қасым-Жомарт Тоқаев ұсынған әділетті Қазақстан тұжырымдамасы басқару жүйесін жаңғыртуға бағытталғанымен, жергілікті деңгейде бюрократиялық кедергілерді әлі кездеседі. Экономикалық салада негізгі қайшылық ол шикізатқа тәуелділік. Қазақстанның экономикасы әлі де
мұнай-газ секторына қатты тәуелді. Бұл әлемдік баға өзгерісіне тәуелді етеді. Сонымен қатар инфляцияның өсуі халықтың тұрмыс деңгейіне тікелей әсер етуі мүмкін. Салық және қаржылық реформалар, яғни бюджет тұрақ тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталғанымен, олардың кейбір кәсіпкерлер мен халық үшін қосымша жүктеме болуы мүмкін. Жалпы әлеуметтік салада да бірқатар мәселелер бар, себебі аймақтар арасында даму теңсіздігі сақталады. Ірі қалалар тез дамыса, ауылдық жерлер артта қалып дамымай қалады. Бұл кадр тапшылығы мен инфрақұрылымның әлсіздігіне байланысты болып келеді. Негізінен тағы да бір мәселе ол табыстың теңсіздігі. Яғни халықтың бір бөлігі жоғары табыс алса, кейбір әлеуметтік топтар төмен деңгейде өмір сүру. Бұл әрине әлемдік практика болса да, бұл шешу керек мәселе. Сонымен қатар жастар арасындағы жұмыссыздық және еңбек нарығының жалпы тараптарының бейімделу мәселесі де бар. Негізінен Қазақстанда даму процесі жүріп жатқанымен, саяси, экономикалық және әлеуметтік қайшылықтар да бар. Бірақ бұл мәселелер кезең-кезеңмен және реформалар арқылы шешіліп келеді. Және елдің тұрақты дамуына бағытталған программалар болып табылады. Сондықтан Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев өз қызметі барысында елдің әлеуметтік, экономикалық және саяси дамуына бағытталған бірқатар стратегиялық жолдаулар жариялаған болған. Бұл жолдаулардың негізгі мақсаты әділетті Қазақстан, яғни заң үстемдігі орнаған, әлеуметтік теңдігі қамтамасыз етілген мемлекет қалыптастыру. 2024 жылы жылғы жолдауда әділетті Қазақстан, яғни заң мен тәртіп, экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм бағыты белгіленді. Негізінен мұнда экономиканы жаңғырту, салық жүйесін жетілдіру және шағын мен орта бизнесті қолдау мәселелері айтылды. Сонымен қатар жасанды интеллект технологияларын дамыту және АЭС, яғни атом электр станцияларын салу мәселесі халықтық референдум арқылы шешу ұсынылды. 2023 жылғы жолдауда әділетті Қазақстан экономикасының бағдары, яғни онда экономиканың әртараптандыру, инфрақұрылымды дамыту және өңірлер арасындағы теңсіздікті азайту және жалпылама ұлттық қор бағдарламасы балаларға. Бұл жоба іске асыру басты бір бағыт болды. Ал 2021-2022 жылдардағы жолдауларда жаңа Қазақстан тұжырымдамасы ұсынылды. Бұл кезеңде саяси реформалар ерекше бір мән беріліп, демократиялық өзгерістер, яғни парламенттің рөлін күшейту, қоғамды жаңғырту және сондай бағыттар қалыптастыру. Негізінен Қасым-Жомарт Кемелұлының жолдауларында үш негізгі бағыт айқын көрінеді. Экономикада шикізатқа тәуелділікті арттыру, әлеуметтік салада халықтың жалпы өмір сапасын арттыру, технологиялық бағытта цифрландыру, жасанды интеллект және атом электр станцияларында салу. Негізінен президенттің жолдаулары Қазақстанның ұзақ мерзімде даму стратегиясын айқындайтын маңызды құжат болып табылады. Және елді жаңғыртуға бағытталған үлкен жобалар мемлекеттің болашағына үлкен әсер етеді. Негізінен Қазақстанның мәдениеті мен өнері тәуелсіздік кейін түбегейлі жаңару кезеңіне өтті. Бұл кезеңде ұлттық құндылықтарды қайта жаңғырту, яғни тарихи мұраны сақтау және әлемдік мәдени кеңістік шығу негізгі бір бағыттарға. Ең маңызды бастамалардың бірі ол мәдени мұра бағдарламасы болды. 2004 жылдан бастап іске асқан бұл бағдарлама тарихи ескерткіштерді қалпына келтіру, археологиялық зерттеулерді жүргізу және жазба мұраларды жинақтауға бағытталған. Әзірет сұлтан, тұрар сияқты тарихи орындарды қайта бір жаңғыртуға қайта бір жаңғырту мәселесі. 2017 жылы ол рухани жаңғыру бағдарламасы қабылданды, яғни ұлттық сананы жаңғырту мәселесі болды. Бұл бағдарлама арқылы ұлттық кодты сақтау және
тарихи сананы бір жаңғырту, әлемдік білімге және бейімделу. Негізінен мәдениет пен өнер саласында жаңа орталықтар мен шығармашылық ұйымдар құрылды. Заманауи өнер орталықтары, театрлар, музейлер, ұлттық өнер және заманауи бағыт бәрі бір қатар өркендеді. Кино өнері де дамып, қазақстандық фильмдер халықаралық фестивальдерге қатыса бастады. Әдебиетте тәуелсіздік, ұлттық тарих, адам тағдыры тақырыптары кеңінен көріс тапты. Сонымен қатар, Қазақстанда халықаралық мәдени ұйымдармен тығыз байланыс орнады. Яғни ол ЮНЕСКО, түрксой сияқты ұйымдар арқылы Қазақстан мәдениеті мен жалпы музыкасын әлемге таратты. Домбыра, қобыз сияқты ұлттық аспаптар жаһандық деңгейде насихатталды. Негізінен тәуелсіздік жылдарында Қазақстан мәдениеті ұлттық негізде дамып, заманауи өркениетпен ұштасып, әлемдік мәдени кеңістікке интеграцияланды десек те болады. Назарларыңызға рахмет.